Сәлем достар, бүгін лаваштан бәліш жасауды ұсынамын. Видеоны соңына дейін көріп, менің каналыма тіркеліңіздер. Ең алдымен салмасын дайындаймыз. Ол үшін 500 грамм фаршты қуырып аламыз. Фаршымызға тұз, бұрыш салып, жақсылап араластырамыз. Үстіне сәбіз бен пиязымызды салып, жақсылап қуырамыз. Қуырылған салмамыздың үстіне 4 тішлеп картошканы турап саламыз. Және де 15 минуттай бұқтырып аламыз. Салмамыз дайын болғаннан кейін суытамыз. Лавашымызды жайып қоямыз. Бетіне май жағуға болады. Менің салмам майлы болғандықтан мен май жаққан жоқпын. Салмамызды салып жаямыз. Шетінен ақырын бастап рулет қылып ораймыз. Орап аламыз, формаға пергаментный бумага төсеп саламыз. Менде 2 лаваштан шықты. Бетіне құятын соусты дайындап аламыз. Ол үшін 2 жұмыртқаға 2 қасық қаймақ немесе майонез салуға болады. Жақсылап араластырып аламыз. Соусымызды бетіне құйып жағамыз. Сүзбемізді өткіштен өткізіп, бетіне себеміз. Қызып тұрған пешке салып пісіріп аламыз.